Вообще мына жерде қысқаша түсіндіріп кетейін да. Мына Freedom Bank приложениесі ғой. Мына жердегі 18500 теңге менің жинаған ақшаларым. Freedom Bank берген осын маған. Регистрация друзей деген 17 досты мен шақырғам. Менің сілтемем арқылы тіркелген. Оған 17 000 теңге берген. Мына жердегі 1000 теңгесі мен біреудің сілтемесі арқылы тарттым ғой осы приложениені. Сол 1000 теңге 17 000 теңге дос шақырғаныма, 1000 теңге мен біреу арқылы тіркелгеніме 18 000 болды ма. Ал мынау 500 теңге менің астымдағы бір досым, достарым тағы бір адам тіркесе, солардың каждыйынан 100 теңгеден береді. Мына жерден көрсетсем, қазір төменге қарай түссем, показать все деймін. Мына жерде көрініп тұр. Жәнібектен 1000 теңге, Жұлдызайдан 1000 теңге, Рахимадан 1000 теңге, Серікболсыннан 1000 теңге, үст бәрінен 1000 теңге келді. Түседі. Мына жерде бүйтіп қараңыз. Друг Баян деген мына жерде Баянымыз қайда, біздің Баян бар еді ғой. Мына Баян деген бар ғой. Менің ссылкам арқылы тіркелген, 1000 теңге алған. Енді мына жерде Баян дегеннен екеу. Осы Баян менің астымдағы тіркелген адам. Екі досын шақырған. Екі досын шақырған үшін 100 теңгеден маған берген міне. Баян деген мен арқылы тіркелген. Ол және екі досын шақырған. Міне Нұрбақ деген де сол. Бір досын шақырған. Бір досын шақырған үшін 100 теңге берген маған. Ол Нұрбақ мына жерде тіркеліп тұр. Менің сілтемем арқылы тіркелгеніне 1000 теңге берген маған. Осындай қысқаша видео. Енді сіздің өзіңіздің приложениеңіз, қазір сіз менің жіберген сілтеме арқылы тіркелдіңіз ғой. Сізде көп деген загрузкілер болуы мүмкін. Өйткені мынау приложениенің ішінде жазып тұр. Біз функцияларын өзгертіп жатырмыз сіздердің қолайлылықтарыңыз үшін деп. Сіздерге ыңғайлы болу үшін деп настройка жасап жатыр Freedom Bank приложениесінің ішіне. Сондай ақшаларыңыз, бонустарыңыз түспей жатса, сабырлық танытып күтесіз. 3 күннен аспай түседі негізі. Кейде ерте, кейде кеш, бірақ 3 күннен аспайды түседі.